Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздермен кнопка вызова официанта және де сағатты турлайтын боламыз. Настройкасын жасаймыз. Бұны қосу үшін оң жақ астыңғы кнопкасын басамыз. Бастап тұрамыз. Қосылғаннан кейін менюға кіру үшін мына жерде оң жақ үстіңгісін басып тұрамыз. Сол жағында үстіге астыға кнопкалары бар. Бірден үстіге басамыз да language, яғни тілді таңдап аламыз. Таңдау үшін оң жақ үстіңгі кнопкасын басамыз. Бізге ыңғайлысы орысша болады. Бірден күнімізді таңдап аламыз. Сағат бәрін түзеп аламыз. Келесіге ауыстыру үшін оң жақ үстіңгі кнопканы баса береміз. Бізде даталары дұрыс. Шығу үшін артқа назад оң жақ астыңғы кнопканы басамыз. Болды, осымен бізде настройкасы бітті. Енді бізге жаңадан кнопкаларды болардың бәрін добавить ету үшін, қосу үшін оң жақ үстіңгі кнопканы басып тұрамыз. Записать кнопку, яғни жерге біз кнопканы басуымыз керекпіз. Басамыз. Общий режимде тұра берсе де болады. Соны басамыз. Көреміз. Бір келесі нолдарды біз өшіріп тастауымыз керекпіз. Өшіру үшін астыға басамыз. Келесіге басу үшін оң жақ үстіңгісін бассақ келесіге көшеді. Оны өшіріп тастаймыз. Бірге барамыз. Бірге барғаннан кейін біз таңдап аламыз. Бір жазылды. Енді екіні жазылып тұр. Екі жазылды. 3 4 сағат. Сөйтіп біз полностью осы кнопкалардың барын жазып аламыз. Енді осыларды біз тексеріп көрейік. Звонок келе ме екен. Бір деп келіп тұр бізде. Бірінші стол. Екінші стол. Үшінші стол. Осылай кете береді. Енді біз оны удалить ету үшін, өшіріп тастау үшін оң жақ үстіңгісін басамыз. Удалить кнопку. Удалить со списка деген бар. Қандайды да бір екіні ғана жеке удалить ету керек болатын болса, өшіру керек болатын болса, не болмаса бүкілдей барлығын өшіру үшін удалить есе деп да дей саламыз. Болды. Бізде барлығы өшетін болады. Барлық кнопкалар өшірілді. Тағы да жазу керек болатын болса, жаңағы настройка бойынша қайталай бересіздер. Назарларыңызға рахмет.